Бәріңізге сәлем достар. Мисс Леораның подкасттарына қош келдіңіздер. Бүгінгі менің айтатын подкасттағы мәселе маған сұрақ қойып кетіңіздер комментарияға немесе личкама. Себебі менде көп болды подкастқа да, видеоға да идея болмай кетті. Сондықтан мен осы туралы өте қызық көріп отырмын. Осымен бірінші мәселені толықтай талқылай алмадық, ал екінші мәселеме келетін болсақ, идеяларды қайдан аласың? Достар, мен осы уақытқа дейін 2 подкаст салдым. Біріншісінде сұраныштар, виртта болған нәрселер туралы айттым. Бірақ ол идеяларды мен қайдан алдым? Идеяға келетін болсақ, менің регімнен вирт туралы, сұраныш туралы бір видео шығады. Мен сол видеоларды қосу арқылы бір подкаст жасаймын. Бұл мәселе жайлы маған қатты маңызды емес. Мен виртқа, подкастқа кімнің арқасында қызықтым? Виртқа келетін болсақ, менің регімнен вирт туралы көп және де кей-поп туралы көп видеолар шығатын. Мен сол арқылы өте қатты қызығып, осы виртқа келдім 2024-те. Ал подкастқа келетін болсақ, мен подкастқа Джудың арқасында қызықтым. Себебі ол өте қызықты видеолар салып, мен оның видеоларын тіпті қалдырмай көрем десем де болады. Сондықтан мен Джо арқылы подкастқа қызықтым. Бүгінгі видео өзім жайлы болды. Ал ендеше менің подкастым аяқталды. Подкаст сүйер қауым, маған сұрақтар комментарияға қойып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Мисс Леора, ал сау болыңыздар. Достар, айтпақшы, мен жақында биас ауыстыруым мүмкін. Мысалы, Дженниге.